Сәлеметсіңдер ме балалар? Мен Сарқан ауданы Мағжан Жұмабаев атындағы орта мектептің математика пән мұғалімі Қапыраш Мейрамгүл. Біздің бүгінгі тақырып кез келген бұрыштың синусы, косинусы, тангенсі және котангенс тақырыбына есептер шығару. Есеп шығармас бұрын өткен тақырыпқа шолу жасайық. Кез келген бұрыштың синусы, косинусы, тангенсі және котангенсіне анықтамасын беріңдер дейді. Екіншісі, координаталық ширектерде бұрыштың синусы, косинусы, тангенсі және котангенсі қандай мәндерді қабылдайды? Үшіншісі, қандай бұрыштарда синусы, косинусы, тангенсі және котангенстің мәндері нөлге тең болады дейді. Біз енді бірінші сұрақтың жауабына тоқтала кетейік. Бірлік шеңбердің В нүктесінің ординатасы альфа бұрышының синусы деп аталады. Бірлік шеңбердің В нүктесінің абсциссасы альфа бұрышының косинусы деп аталады. Синус альфаның косинус альфаға қатынасына тең сан альфа бұрышының тангенсі деп аталады. Косинус альфаның синус альфаға қатынасына тең сан альфа бұрышының котангенсі деп аталады екен. Енді екінші сұрақтың жауабына тоқтала кетсек, синус бірінші, екінші ширектерде оң мәнді қабылдаса, үшінші, төртінші ширектерде теріс мәнді қабылдайды екен. Косинус бірінші, төртінші ширектерде оң мәнді қабылдаса, екінші, үшінші ширекте теріс мәндерді қабылдайды екен. Тангенс пен котангенс бірінші, үшінші ширектерде оң мәнді қабылдаса, екінші, төртінші ширекте теріс мәндерді қабылдайды екен. Енді үшінші сұрақтың жауабына тоқтала кетсек, синусымыз 0 градус пен 180 градуста 0 мәндерін қабылдаса, косинус 90 градус пен 270 градуста 0 мәндерін қабылдайды екен. Ары қарай есеп шығаратын болсақ, кітабымызда 551-ші есепте есептеңдер деп беріліпті. Енді осы жердегі берілген өрнегімізге қарасақ, бізде жақшаның ішінде минус таңбалар тұр. Бұл минус таңбаларды біз жақшаның алдына шығарып жіберейік. Ондай болса біздің есебіміз ары қарай қалай шығады екен? Минус таңбасын жақшаның алдына шығаратын болсақ, косинус пи бөлінген 6, минус синус пи бөлінген 3, плюс 2 котангенс пи бөлінген 4, плюс 2 косинус пи деген өрнек келіп шығады екен. Осы жердегі берілген өрнегіміздің мәндерін табамыз жеке-жеке. Яғни косинус пи бөлінген 6 болған кездегі мәні бізде 2-ден түбір астында 3-ке тең болады екен. Синус пи бөлінген 3 болған кездегі мәніміз 2-ден түбір астына 3-ке тең. Котангенс пи бөлінген 4 болған кездегі мәніміз 1-ге тең. Косинус 180 градус болған кездегі мәніміз бізде минус 1-ге тең. Осы жерде бізде кері сандар кеп шығады бір-біріне. Ол сандарымызды жойып жіберетін болсақ, бізде 0 деген жауап келіп шығады екен. Ары қарай екінші есепте де жақшаның ішіндегі минусты жақшаның сыртына шығаратын болсақ, жақшаның алдына, онда бізде 2 синус пи бөлінген 6, минус тангенс пи бөлінген 4, плюс 2 косинус пи бөлінген 6, минус 2 котангенс пи бөлінген 6 деген өрнек келіп шығады екен. Осы жерде де біз синус пи бөлінген 6, тангенс пи бөлінген 4, косинус пи бөлінген 6, котангенс пи бөлінген 6-ның мәндерін жеке-жеке тауып орындарына қоятын болсақ, бізде тағы да 0 деген жауап келіп шығады екен. Үшіншісінде де жақшаның ішіндегі минус таңбасын жақшаның алдына шығарған кезде бізде 2 синус пи бөлінген 4 плюс 3 тангенс пи бөлінген 4 минус 4 синус пи минус 2 косинус пи бөлінген 4 деген өрнек келіп шығады екен. Осы өрнегіміздегі синус пи бөлінген 4, тангенс пи бөлінген 4, синус пи және косинус пи бөлінген 4 деген өрнектердің мәндерін әкеп қоятын болсақ, бізде соңғы жауабымыз түбір астында 3 деген келіп шығады екен. Келесі кему ретімен орналастырыңдар дейді. 561-ші есепте кему ретімен орналастырыңдар дейді. Біз бұл жерде кему ретімен орналастырмас бұрын ең әуелі беріліп тұрған синус 3π, косинус 5π, косинус 6πлердің мәнін жеке-жеке тауып алуымыз керек екен. Яғни ол есебіміз қалай болады екен? Енді осы есебімізге тоқтала кететін болсақ, синус 3πде мәні 0-ге тең, косинус 5πде мәні минус 1-ге тең, косинус 6πде мәні 1-ге тең болады екен.
Енді жауап ретінде кему ретімен жазатын болсақ, бізде ең әуелі ең үлкен мән жазылады, иә. Яғни ол дегеніміз косинус 6 пи, мәні 1-ге тең болып тұр. Косинус 6 пи, одан кейін барып синус 3 пи, соңында косинус 5 пи жазылады екен. Енді екінші есебімізде де косинус 2-ден 15 пи, косинус 17 пи және синус 2-ден 33 пи деген өрнектер беріліпті. Осыны да кему ретімен жазыңдар дейді. Ол үшін біз косинус 2-ден 15 пиді косинус 7 пи қосу 2-ден пи деп ықшамдап алдық. Осы жерде косинус 2-ден пи дегеніміздің мәні бізде 0-ге тең. Косинус 17 пи дегеніміздің мәні минус 1-ге тең. Синус 2-ден 33 пи дегенді де өзіміз ықшамдап ыңғайландырып өзімізге синус 16 пи қосу 2-ден пи деп алдық. Бұл жерде синус 2-ден пидің мәні бізде, яғни мәндері 1-ге тең болады екен. Оны да кем ретімен жазатын болсақ, синус 2-ден 33 пи, одан кейін барып косинус 2-ден 15 пи, ең соңында косинус 17 пи деген жазылады екен. Бүгінгі шығарған есебіміз түсінікті болды деп ойлаймын.